Сәлеметсіз бе, Қазақстан? Сәлеметсіздер ме? Мен Евгений Комаровский, балалар дәрігері, әрі ең бастысы осы. Сіз үшін зиянды кім төмендетеді? Зиянды өзіңіз ғана төмендете аласыз. Егер сирек темекі тартатын болсаңыз. Айта кетсем, байқасаңыз, әлде бір темекіні алғаныңызда, оның қорабында мұнда никотин азырақ деген жазу болуы мүмкін. Зиянның негізгі көзі никотин болғанымен, никотин әдеттенудің негізгі себебі. Ал қалған нәрселер, сол бір шайыр, формальдегидтер, барлық залалды заттектер сол жерде қаншама? Шайырдан басқа ол жерде әртүрлі жиіркенішті нәрселер көп ақ. Мұндағы гәп басқада жатыр. Қазіргі уақытта никотинді жеткізудің балама нұсқалары баршылық. Яғни өндірушілер келесіні ресми мәлімдейді. Біз сіздерге құрамында никотині бар әлде бір өнімді беріп отырмыз. Дегенімен мұнда аталмыш зиянды заттектер жоқ, не болмаса өте аз. Міне, осындай өнімдерге электронды темекі және темекіні қыздыруға арналған жүйелер жатқызылады. Олар баршамызға да мәлім. Мен тіпті атауларын атамай-ақ қояйын. Сіздер оларды менсіз де жақсы білесіздер. Мұндағы мән неде? Біз шынымен де никотинді аламыз. Яғни тәуелділігіміз қанағаттандырылады. Алайда сонымен бірге біз, шыны керек, темекі түтінінде кездесетіндей шайырды, әрі басқа да залалды заттарды азырақ алатын боламыз. Логикалық тұрғыдан қарасақ, шайыр мен басқа да зиянды заттектердің мөлшерін біршама азайтқан жағдайда біз ықтимал қауіпті төмендетеміз. Адамдардың көбі кем дегенде, бұл тіпті менің дәрігер ретінде емес, қарапайым адам ретіндегі пікірім болар, менің айналамда да қарапайым шылымнан темекіні қыздыруға арналған жүйелерге ауысқан адамдар баршылық. Олардың дені менің жөтелім айтарлықтай басылды деп айтып жатады. Бұл шынымен де солай. Әрі осы тұста дәрігер ретінде айтарым, бұл әжептәуір оң белгі екендігі рас. Бұл нағыз айқын нәрсе. Алайда, мұндағы ескерткім келетін маңызды жайт, әрі бұл ең қорқыныштысы, адам қарапайым темекіден зияны азырақ балама нұсқаларға көшеді де, дегенімен кәдімгі шылымнан арылмайды. Менің сіздерге айтарым, егер сіз қарапайым шылымнан зияны төменірек жүйелерге ауыса алсаңыз, ең болмағанда осыны жасаңыз. Бірақ қарапайым темекі туралы ұмытқаныңыз жөн. Никотин бұл әдеттенудің дамуы үшін жауап беретін басты нәрсе. Тәуелділік нақты никотиннің салдарынан пайда болады. Шынын айтқанда, басты тәуелділік осымен аяқталады. Дәл осы никотин сізді никотиннің көзі темекіге, мәселен, тәуелді етеді. Ал шайыр, басқа заттектер, яғни никотинмен бірге жүретін, әрі темекі түтінінің иісін құрайтын барлық заттар, аталмыш шайыр, олар басты. Айта кетсем, шайыр ғана емес, ол жерде басқа да көптеген залалды заттар бар. Нақ осы залалды заттар денсаулығыңызға айтарлықтай ықпал етеді. Сіз никотиннің салдарынан жөтелмейсіз. Жоқ. Сіз өкпе, жүрек, тамырлар және тағы басқа түйіткілдерге никотиннің салдарынан тап болмайсыз. Сізден болатын жағымсыз иіс никотиннің салдарынан пайда болмайды. Жоқ. Бұл басқа құрамдас бөліктерден, мысалы, темекі түтіні салдарынан болады. Демек, тағы бір қайталаймын. Басты залал, яғни денсаулық үшін негізгі зиян бұл никотин емес. Никотиннің зияны шамамен кофеден болатын зияннан асып түспейді. Жалпы алғанда тағы да қайталап айтамын. Тек қана никотин, ал басқа еш нәрсе болмағанда, жағдай осыншама қорқынышты болмас еді. Дегенмен сіз никотинмен бірге, сізді шынымен ауру қылуға ықтималдығы жоғары болып келетін заттектердің орасан зор мөлшерінде аласыз. Балалар туралы сұрағаныңыз қандай жақсы? Бұл аса маңызды. Дәл осы балалар туралы сұрағаныңыз. Бірақ ең басты нәрседен бастайықшы. Жергілікті иммунитет деп аталатын құбылыс бар. Жергілікті иммунитет бұл шырышты қабаттың қорғанысы. Міне, күн сайын балаңыздың жоғарғы тыныс алу жолдарына, ағзасына орасан зор вирустар мен бактериялар түседі. Жоғарғы тыныс алу жолдарының нақ осы шырышты қабаты ағзаны вирустар мен бактериялардан қорғайды. Ол жерде вирустар мен бактерияларды бейтараптандыру жүріп жатады. Әйтсе де, жоғарғы тыныс алу жолдары, яғни бронхтарда, көмекейде, кеңірдекте, кірпікшелі эпителий ұлпасымен жабылған. Бұл дегеніміз не? Бұл жасушалар. Шырышты қабықтың бетіндегі жасушалар. Әрі олардың кірпікше тәрізді өсінділері бар. Міне, аталмыш кірпікшелер ұдайы тербеліп тұрады. Осылайша, барлық шаң, кір, қақырық өкпенің түбінен жоғары қарай шығады да, әрі біз кейін жөтеліп қақырып тастаймыз. Темекі түтінінің бірегей ерекшелігі кірпікшелердің тербелу жылдамдығын кенет баяулататынында жатыр. Бұл баланың толыққанды, өкпесін толыққанды тазарта алмайтынына әкеліп соқтырады. Тиісінше аурулар саны күрт өседі.
Бұдан басқа, темекі түтіні аллергиялық аурулардың ықтималдығын күрт арттыра түседі. Өйткені ауаның құрамындағы көптеген аллергендер темекі түтінімен байланысады, және кейін деммен жұтылатын ауаның құрамында ұзақ сақталады. Сонымен қатар тағы бір фактор бар. Шылым құмарлардың балалары пассивті шылым құмарлар болып келеді. Әрдайым дерлік, бұл балалар обструкциялық бронхит, тыныс демікпесіне бейім болып келеді. Негізінде, темекі тартатын ересек адам бұл өз денсаулығына немқұрайлы қарайтын адам. Әрі шылым шегетін адамның демалыс күнін өз баласына арнауы, бірге жүріп, секіріп, асырып, салып ойнауы екі талай. Өйткені темекі тартатын адамның жүгірген, секірген кезде тыныс алуы қиындайды. Сондықтан темекі шегетін әке көбіне көп өзінің демалыс күнін баласымен серуендеп емес, теледидар алдында диванның үстіне өткізуді жөн көреді. Пассивті темекі тартудың тағы да бір маңызды тұсы. Барлық сүтқоректілердің бірегей ерекшелігі балақайлар ересектердің мінез құлқын қайталайды. Сондықтан балақай аузынан темекісі түспейтін әкесі немесе шешесін көргенде, шешесі мен әкесіне ұқсағысы келіп, міндетті түрде мұны ертерек байқап көруге тырысады. Сол себептен дұрыс қорытынды жасаңыздар. Зиянды төмендетуі сізге салауатты өмірдің қосымша бірнеше жылын сыйлайды. Міне, шынын айтқанда, бұл басты нәрсе. Әрі бұл сіздің қолыңыздан келеді. Иә, қандай жағдай болмасын, қауіпті төмендету мүмкіндігі болған кезде мұны жасап көруге тырысқан жөн. Алайда сіз зиянды әдеттен бір жолата бас тарта алмасаңыз, қауіпті азайтыңыз. Бұл да жаман емес.